Үрей мен өшпенділік, торығу мен өлім. 20 ғасыр қорқынышты тәжірибе сияқты еді. Күйреді қала, қырылды миллиондаған жазықсыз. Адам қырып жоюдың түрлі тәсілін тапты. Менмендік пен билік құмарлық өркениетті кепілдікке алды. Енді тоқтайтын кез келді. Адамзаттың тағдырын шешу мәселесі күн тәртібінде. Жер жиһанға бір тұлға үлгі болуы тиіс еді. Өз халқының келешегі үшін ядролық тажалдан бас тарту. Айналада қан төгілген қиын қыстау кезеңде бейбітшілікті сақтап қалу. Бүгін біз ең биік мінберден бүкіл ғаламға үн қатамыз. Біз бітіспес жаулар арасында диалог орнатамыз. Біз бітімгерлігімізді әлемнің ең мазасыз аумақтарына жібереміз. Біз ядролық қарусыз және әскери блоктардан арылған жаһанды қолдаймыз.